Достар, баршаңызға сәлем. Менің арнама, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде тағы да осы қазақ тілінің грамматикасы, грамматикалық тақырып. Сабақтың тақырыбы бөлшектік сан есім, дробные числительные. Бөлшектік сан есімдер белгілі бір заттар мен құбылыстардың сандық бөлшегін, үлесін білдіреді және қанша, неше, қаншасы сұрақтарына жауап береді. То есть дробные числительные обозначают дробную величину, либо определенную часть целого предмета или явления и отвечают на вопросы қанша, неше, то есть сколько, какое количество, қаншасы. Енді осы сан есімдердің жасалу жолдарына назар аударыңыздар. Обратите внимание на способ образования дробных числительных. То есть у нас числительные, сан есім, плюс шығыс септік жалғауы, және оған қосымшасын жалғаймыз. Мысалы, жұмыстың 1/1 бөлігі дайын, готова, 1/10 часть работы. Жұмыстың 1/1, осы жерде. 1/10, 1/1. Оқушылардың 3/2 сабақта отыр. На уроке сидит 2/3 учеников. Келесі жасалу жолы сан есім, ілік септік, сан есім және тәуелдік жалғауы. Мысалы, 5/1, 5,1, 5/1, 10/100, 10,1, 10/100, 10/1000, мысалы. Келесі жасалу жолы сан есім, жарты, жарым, это половина, ширек, четверть. Мысалы, 1/2, 1,5, 1000, 1500, 100-дің жартысы, половина, 100, 1 ширек, 1/4. Келесі жасалу жолы сан есім, шығыс септік сан есім плюс тәуелдік жалғауы. Мысалы, жұмыстың 5/1 бөлігі орындалды, выполнено. То есть 1/5 часть работы, жұмыстың 5/1 бөлігі орындалды, выполнено. Келесі, пи саны 3/114-ке тең. Число пи равно 3,3, 100-ке 3,14, 3,14-ке тең. Достар, өте жақсы. Енді осы теория түсінікті болу үшін біз сіздермен қазір практика бөліміне келіп жеттік. Сөйлемдерді сан есімдердің мағыналық түріне сәйкес ретпен жазыңыз. Біз осыған дейін естеріңізде болса, есептік, реттік, жинақтық, топтық, болжалдық сан есімдерді өткен болатынбыз, ал бүгінгі соңғы тақырып ол бөлшектік сан есім. Енді мына жерде сөйлемдер берілді, осыларды мүмкіндігінше қазақ тілінен орыс тіліне аударыңыздар және түрін жазыңыздар, Мысалы, соғыста миллиондаған жауынгерлер қаза тапты. Миллиондаған дейді. То есть, миллиондаған, это неизвестно, мы здесь предположительные, числительные, мы только предположим, миллионами или миллионы соғыста жауынгерлер қаза тапты. Бұл демек болжалдық. Келесі, бүгін жиналысқа 70 жұмысшы келді. Қанша? 70. Бүгін жиналысқа, сегодня на собрание 70 работник пришел. Сонда бұл жай ғана бізде есебін білдіріп тұр, қанша, неше деген сұраққа жауап беріп тұр. То есть только количество. Демек, бұл есептік сан есім. Айнаш 10-ші үйде тұрады. Аударыңыздар сөйлемді. Айнаш живет в 10
в 10 доме. Я? 10 здесь. 10-шы үй, 10 дом. Демек, бұл бізде ретін білдіріп тұр. То есть, реттік сан есім. Порядковый, 4-ші, вагондағы жолаушылар саны 6 дейді. Жолаушылар. Количество пассажиров, получается, в вагоне 6. Демек, бұл жерде біз не істеп тұрмыз? Жинақтық, собирательные, жинап тұрмыз. 1, 2, 3 деп. Сайыскерлерді 10-10-нан топтастырдық. Бұл енді топтап тұр. 10-10-нан. Алаңға 1000 адам жиналды. 1000. 1000. То есть 1500. Это дробный, бөлшектік болып тұр. 100 аурухана, 100 мектеп бағдарламасын халық қабылдады. 100 аурухана, 100 мектеп. Бұл да тек қана есебін білдіріп тұр. Өте жақсы, достар. Енді цифрмен берілген сан есімдерді сөзбен жазып, бөлшектік сан есімге айналдырыңыздар. То есть напишите цифры прописью и преобразуйте числительные в дробные числительные. Мысалы, мынау 5,100-ден 1. Екіншісі 7,100-ден 25. Келесі 2,1000-нан 365 деп айтасыздар, Ал мына қалған тапсырмаларды, достар, өздеріңіз орындаңыздар. Осы комментарийге жазып кетулеріңізге болады, мына 10 дегеннен бастап. Немесе өздеріңіз вслух дейді ғой, дауыстап айтыңыздар. Сөйлеңіздер, пікір қалдырыңыздар, қазақ тілін үйреніңіздер, қазақ тілін үйренуге күнде уақыт бөліңіздер. Бүгінге осы. Баршаңызға рахмет. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.